Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз тағы бейметалдар, яғни галоген топшасындағы бейметалдарды танысуды бастаймыз. Яғни бүгін біз йодпен танысатын боламыз. Йодтың ең бірінші периодтық жүйеде орналасуын қарап көрейік. Жалпы йод 5-ші периодта 17-ші топтың негізгі топшасында орналасқан. Оның атомдық номері 53 және салыстырмалық атомдық массасы 126-да 9, яғни есептегенде 127 деп аламыз. Енді атом құрылысына келетін болсақ, жалпы ода 53 протон, 53 электрон және 74 нейтрон бар. Электронды конфигурациясын жерде берілген, қарап көрсеңіздер болады. Және яғни ең соңғы бұл жерде 3D моделін қарап көрсеңіздер, оның негізгі энергетикалық деңгейінде, яғни соңғы энергетикалық деңгейінде 7 электрон бар. Сондықтан йод 1 электронды қосып алып, йод минус ионын түзеді. Йод кеңістікте ол П орбиталында орналасқан. Молекуласы йод 2 түрінде болады, және олар ковалентті байланыспен байланысады. Жалпы оның да 2 изотоп бар, яғни йод 127, ол тұрақты изотоп, және йод 131, ол радиоактивті изотоп. Осы яғни радиоактивті изотоп, яғни йод 131 қақпанша безінің ауруларын емдеу үшін медицинада қолданылады. Йодтың ашылу тарихына келетін болсақ, оны 1811 жыл француз химигі Бернард Каунтранс ашқан болатын. Йодтың атау грек тілінен аударған кезде, яғни күлгін түсті деген мағына беріледі. Йод табиғатта бос күйінде кездеспейді, ол көбінесе теңіз суында, балдырларда, минералды тұздарда кездеседі. Алыну жолына келетін болсақ, ол теңіз балдырларында немесе осы тұз ерітінділерінде йодиділердің, яғни хлор газын қосу арқылы осы хлор йодты ығыстырып шығады, сол кезде йодты алуға болады. Енді йодтың физикалық қасиетіне келетін болсақ, йод негізінде ол қара күлгін түсті қатты зат, өткір иісті, қыздырғанда күлгін бу түзеді, суда нашар аз ериді, сублимация құбылысында байқалады. Йодтың физикалық қасиеті, яғни бүкіл галогендерге тән қасиетті көрсетеді. Металдармен әрекеттесіп йодиді түсін түзеді, сутекпен әрекеттесіп йод тек қышқылын түзеді, және сумен әрекеттесіп қышқылдар түзеді. Енді қосылыстарын қарайтын болсақ, жалпы сутек йодиді, H-йод, калий йодиді, калий йод, натрий йодиді, натрий йод және йод қышқылы қосылыстары бар. Енді йодтың қолданылуына келетін болсақ, ол медицинада антисептик ретінде қалқанша безінің ауруларын емдеуде қолданылады. Тағам өндірінде йодталған тұз осы йодты қосады, яғни қалқанша безінің болмасы үшін адамда мысалы йод жетіспегендіктен ол және қалқанша безінде осындай аурулар туады. Өнеркәсіпте химиялық реактивтер фотографияда қолданылады. Енді йод туралы қызықты және тың мәліметтер келетін болсақ, йодты адам ағзасында үшін өте маңызды. Йод жетіспесе зоб ауруларының пайда болуы мүмкін. Йод қыздырған кезде күлгін түсті буға айналады. Йод крахмалына әрекеттескенде көк түсті боялады. Яғни йод арқылы біз осы крахмалға сапалық реакция жасасақ болады. Йодпен зертханада жұмыс жасаған кезде, және қорғаныс қолпақтарын кию керек, бумен демалмау керек, желдететін жерде жұмыс жасау керек, және көзге тигізбеу керек. Йод буын тыныс алу жолдарында зияны болуы мүмкін. Жалпы йод болашақ үшін өте маңызды, себебі ол медицинада қолданылады, жаңа дәрілік препараттарда қолданылады, биохимияда технологиясында осы йодты қолданылады. Бүгінгі сабақтарыңыз туралы сұрақтар болса, комментарийге жазып өтіңіздер, және төменде ссылкада берілген тест тапсырмаларды орындауды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.